Баршаңызға қайырлы күн. Құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге шпинаттан өте дәмді, өте оңай дайындалатын рулеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Салмасына творожный сыр мен семга балығын қолданатын боламыз. Рулеттің түсі сондай қанық әдемі болғандықтан мерекелік дастарханның нағыз көркін келтіретін тағамдардың бірі. Ендеше жасалу жолына көшейік. Ал енді шпинатты рулетті дайындауды бастаймыз. Ең алдымен бізге шпинаттан бисквит жасап алуымыз керек. Ол үшін 400 грамм шпинатты жақсылап жуып, кептіріп, майдалап осылай турап шығамыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай. Одан кейін блендерге салып, үстіне енді жұмыртқа қосатын боламыз. Ең алдымен жұмыртқаны мінекей 5 жұмыртқа алып, сарысы мен ақуызын бөлек айырып аламыз. Бізде сонда 5 ақуыз, 5 сары уыз шықты. Енді сары уызымызды шпинатқа қосып, үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Енді жақсылап араластырып, бір келкі болғанша осылай блендерден өткізіп аламыз. Погружной блендермен де жасасаңыздар болады. Дәл осы видеодағыдай жап-жасыл сұйықтау масса шығады. Ал енді бөліп алған ақуызды миксермен жақсылап араластырған кезде қою пенка болу керек. Ол үшін бізге бір секретін айта кетейін. 1 шай қасық тұзды қосып жібереміз да, жақсылап взбивать еткен кезде мінекей осындай қою пена шығады. Енді дайын болған пенаны бірден салып жібермей, біртіндеп отырып, жаңағы жасыл шпинатты массамызбен араластырамыз. Одан кейін 5 ас қасық тұз немесе 50 грамм ұн қосамыз да, жақсылап араластырамыз. Енді выпечкаға арналған пергамент қағазын аламыз да, үстіне кішкене ғана зәйтүн немесе күнбағыс майын жағамыз. Оның үстіне мінекей дайын болған массамызды құйып, қасықпен тегістеп шығамыз. Және алдын ала қыздырылған пешке 10 минутқа қойып пісіріп аламыз. Енді біз салмасын дайындауға көшеміз. Салмасын дайындау үшін бізге творожный сыр керек. Дүкен сөрелерінде сатылатын Хохландтың сливочный творожный сырын алсаңыздар да болады. Енді бізде қою болып кеткендіктен кішкене мен 3-4 қасық майонез қосып жібердім. Майонез немесе қаймақ қоссаңыздар да болады. Енді қызыл балығымызды алып, семганы мінекей жіңішкелеп турап шығамыз. Семга балығының орнына қалаған балық немесе қалаған начинканы қосып, немесе құр өзінен де, құр творожный сырмен де жасасаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Енді мінекей біздің шпинатты бисквитіміз дайын болды. Үстіне ең алдымен творожный сырды бір келкі етіп жағып шығамыз. Ал енді ары қарай алдын ала дайындап қойған балығымызды мінекей дәл видеодағыдай творожный сырдың үстіне осылай қойып шығамыз. Енді орау процесіне көшейік. Мінекей ең алдымен бір шетінен бастап ақырын жаймен осылай дөңгелете отырып, нығыз қылып орап шығамыз. Орау үшін сол бисквитімізді пісірген пергамент қағазын өзін қолдана бердім. Не болмаса фольгамен де орасаңыздар болады. Ал енді дайын болған рулетімізді 3-4 сағатқа холодильникке қоямыз. Қонақ шақырар алдын бір күн бұрын жасап, холодильникке мұздатқышқа қойып қойсаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Көріп отырғандарыңыздай жасалу жолы оп-оңай, бастысы өте дәмді, дастарханның сәнін келтіретін мінекей шпинаттан рулетті жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша батырмасын баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Сонымен қатар, осы шпинатты рулетке ұқсас, сәбізді рулетті жасаудың ссылкасында қалдыра кетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге көптен көп рахмет. Сіздермен бірге болған мен Марал Есенова. Сау саламат болыңыздар.